Барлықтарыңызға сәлем, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Дариға. Бүгін сіздермен бірге осындай ерекше құрақты құра үйренетін боламыз. Ең алдымен бізге берілген 5 сантиметрлік тор көздердің ішінен, төрт бұрыштардың ішінен біреуін алып, тура осылай етіп 2,5 сантиметрлік лентамызды түгі жатып тұрған жағымен алып, тура осы төрт бұрышты айналдыра тігіп шығуымыз керек. Мен бұл жерде кішкене ғана көрсеткенмін, сіздер өзіңіз бұлай тіге аласыздар деген ойдамын. Және соң түгелде тігіп біткен кезде бізде осы жерде 8-ге 8 сантиметрлік төрт бұрыш пайда болу керек. Мінекей біздің осы 8 сантиметрлік төрт бұрышымыз дайын болса, ендігі кезек біздің бұрыштарымызды біріктіріп тігіп шығуымыз керек. Мінекей ендігі ең бірінші кезекте бізге берілген тура осындай көк түсті матамызбен, бізде берілген көк түсті матамызбен ақ түсті матамызды алып, тура осылай етіп, бізге берілген тура осы көк түсті матамызды алып, үстіне осылай ақ түсті матамызды оң бетімен қойып, беттестіріп, кейін үстінен тура осылай ручкамен немесе басқа сызықтармен салып алсаңыздар болады. Енді бұл сызықты неге салды деген шығарсыздар. Бұл сызық бізге не үшін керек? Бұл дегеніміз тіккен кезде тігістің осы сызықтың жанына кішкене жарты миллиметр қалдырып, тура осы сызықтың бойымен тігіс түсіріп шығуымыз керек. Тура осылай етіп, қалғанда төрт бұрыштарымызды тура осындай ақ бізде көп еді. Осы көк түсіміз біткенше барлығын осындай ақ түспен біріктіріп, жұп етіп алып, кейін барып тура осылай сызықтар сызып кесіп шығуымыз керек. Ал енді мен бұны қазір тігіп алайын. Ал мінекей, мен өзім айтқандай тура осылай етіп, ортадағы сызыққа салмастан ақ тура осылай етіп тігіс түсіріп шықтым. Сіздерге көрініп тұрған болса, мінекей сіздер тура осылай етіп, арасын кішкене қалдырып, осынан диагоналынан тігіс түсіріп шығуларыңыз керек. Именно екеу және аралары ашық болу керек. Және бұларды кескен кезде, дәл ортасынан кесеміз, тура сонда бізде осындай тегіс төрт бұрыштар шығатын болады. Қалғандары менде уже дайын. Ендігі кезек осы төрт бұрыштарымызды алып бастайық. Ең алдымен біз басында құрап алған тура осындай 8 сантиметр үлкен төрт бұрышымызды алып, айналасына тура осылай етіп мен үйреткендей өрнекті құрап бастай беретін боласыздар. Сабақ сіздерге түсінікті болып жатыр деген ойдамын. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Ал ендігі кезек, ең алдымен ортасындағы 2 дана осы бұрыштарымызды қосып тігіп аламыз. Мінекей, өзім айтқандай қосып тігіп алдым. Ендігі кезек тура осылай орнына қоямын. Ал одан кейін тура осы астында тұрған 4 дана төрт бұрышымызды тігіп шығамыз. Екеуінде. Ал ендігі кезек мынау жанындағы 2 кішкентай бөлшегін осы жанына қосып тігіп шығамыз. Ал ендігі кезек үстіндегі қабаты тура осы қабатпен қосып тігіп шығамыз. Мінекей құрақтың беті осымен дайын. Ендігі кезек оның жанына қойылатын тура осындай үлкен төрт бұрышымызды алып, диагоналынан бөліп, тура сол сызықтар арқылы енді төртке бөліп кесіп шығамыз. Ал енді бұрыштарымызды тура осылай құрағымыздың үстіне түгі жатып тұрған жағымен орналастырып, ең алдымен 2 жағынан, одан кейін қарама-қарсы 2 жағынан тігіп шығуымыз керек. Мінекей құрметті көрермендер, енді біздің осы ерекше құрағымыз осымен дайын. Сабақ сіздерге ұнаған болса, лайк басып, подписка жасап, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздердің ойларыңыз маған маңызды.